қаңтар 2020 жылдан бастап біздің республикада әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі іске қосылды. Маңғыстау облысына келетін болсақ, 2020 жылға 38,8 миллиард теңге қаражат бөлініп отыр. Ол 2019 жылмен салыстырғанда 10 миллиардқа жақын қаражат көп. Алдыңғы жылдары әр жыл сайын бір 3 миллиардтай 3 миллиард жылдың ішінде қаражат көбейетін еді. Мына әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесін іске қосылғаннан кейін бірден 10 миллиард теңге көбіне қаражат бөлініп отыр. Ол қаражаттың көбі ол консультативті диагностикалық көмек, оның ішінде қымбат тұратын КТ, МРТ соларға бөлініп отыр қызметтерге, тексеру қызметтеріне. Сонымен бірге оңалту, медициналық оңалту қызметтеріне, сонымен жағдай қалпына келтіру. Ол мысалы сол реабилитация дейді, сол реабилитацияға 2019 жыл 100 миллионға жақын қаражат бөлінсе, биыл 1 миллиард 600 миллион қаражат бөлініп отыр. Сонымен бірге жаңағыдай осы реабилитация көмегін 2019 жыл тек 4 мекеме көрсететін болса, осы жылы 13 медициналық мекеме сол оңалту көмектерін көрсетуге өтініш білдірді. Сол мекемелерге жаңағыдай қаражат бөлініп, олар өз жұмыстарын бастап кетті. Сонымен қазір жылдың басында 2018 жылдың 1 қаңтарына 64 мың адамнан астам өз мәртебесі анықталмаған болатын болса, бүгін ол адамдардың саны сәл 10 мыңнан азғантай асып тұр. Ол да жұмыстар ары қарай жалғастырылып жатыр. Енді бүгінгі күні медициналық мекемелер мәмс жүйесінде, әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде жұмыс жасауға дайын деуге болады. Себебі жағдай осы жүйені енгізу алдында үлкен ақпараттық түсіндіру жұмыстары өткізілді. Ол халықтың арасында да, медицина мекемелерінде жұмысшылардың жағдай үлкен дайындық болды. Сонымен бірге қазір сол медицина мекемелерінің қалай көмек көрсетіп отырған мониторинг жүріп жатыр. Сол мониторингтің нәтижесінде әлде де медицина қызметкерлерінің білімін жетілдіру керек екен, бірқатар сұрақтарға жауапты нақты беру, сонымен бірге мына әлеуметтік медициналық сақтандырудың қандай қосымша көмек көрсетілетін жөнінде әлде де біздің халыққа жағдай жеткізу керек. Мысалы, тегін дәрілер бұрыннан да тегін өз топтарына ауыратын адамдарға тегін беріліп жатыр. Сонымен бірге әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде тағы да қосымша тегін дәрілер беріледі. Оны